Біздің еліміз әлемдегі ең үлкен және көп ұлтты мемлекеттердің қатарынан орын тебеді. Бізді бірімізге бірдей ортақ отан деген ұғымды бірінші орынға қоятын отан сүйгіштікке, татулық пен даналыққа негізделген. Басқа діндер мен саяси көзқарастарға достықпен қарайтын ғасырлық тарихы бар тағдыр біріктіреді. Біз бір-бірімізге мейіріммен, сезімталдықпен, төзімділікпен қарағанда ғана жарқын болашаққа қол жеткіземіз. Лисаков орталық кітапханасы 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған этношолу ұсынады. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақстанда жыл сайын тойланатын мереке. 1995 жылдың 18 қазанында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні деп жарияланды. Қазақстанның саяси қайраткерлерінің пікірі бойынша ұлтаралық және дінаралық келісімнің сақталуы, олар жүргізіп жатқан саясаттың басты қағидаларының бірі болып табылады. Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін жыл сайын кең көлемде, жоғары деңгейде тойлап келеді. Татулық пен келісім қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Мемлекеттегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың символына айналған мереке 1996 жылдан бері тойланады. Қазақстан шаңырағының астында бүгінде 150-ден астам этнос өкілі тату-тәтті өмір сүреді. Мерекеге орай барлық өңірде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Қазақстан бірлік пен ынтымақтың, бостандық пен бақыттың, еркіндік пен ерліктің қасиетті жері. Қазақстан тілі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір отандастар тебіреніспен, ерекше екпінділікпен, шынайы салтанат сезіммен айтатын қасиетті мекен. 1 мамыр тәуелсіз елімізде Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі ретінде 1996 жылдан бері тойланып келеді. Қазақстан үшін айтулы мереке мүлде жаңаша мән-маңызға ие. Бұл мейрам бүгінде Қазақстан халқының бірлігі күні деген мазмұнда жалғасын тауып, көп этносты елдің тыныштығы мен татулығының нышанына айналды. Тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде халықтар арасындағы татулық пен ынтымақ еш бұзылмай, түрлі ұлт өкілдері бір шаңырақ астында бақытты өмір сүріп келеді. Бүгінге дейін түрі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір, діні басқа, ділі бір, 150-ден астам ұлт өкілдері қазақ елін өз туған жұртындай көріп, еш жатсынбады. Бұның барлығы біздегі берік саясаттың үлкен жетістігі. Халқы жомарт, даласы дархан, орманы қорған, таулары қалқан болған, алтын бесік ата мекеніміз бар. Сол мекенде жусанның жұпар иісіне иіскеген, өздігінен ешкімге тиіспеген намысты қазақ ел жатыр. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге, қазақтарға керек деп көрегенділік пен елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағының бір көзі Қазақстан халықтарының бірлігінде жатыр. Қазақстан сияқты жас мемлекеттің өркендеуінің бір кепілі еліміздегі ынтымақтастық пен бейбіт өмір. Ендеше бейбітшілік жасасын, ынтымақтастық жасасын, Қазақстан жасасын.